Біз бүгін қойдың басын пісіреміз. Буда міне әдемілеп жуып алдық, тісін қақтық. Енді басты суда пісіреді. Біз енді буға пісіріп көрейік деп отырмыз. Басты жалғыз пісіруге болмайды. Оның қасына мінекей ет саламыз, қабырға, соларды салып пісіреміз. Жалғыз пісіруге болмайды. Астына су құямыз, мантаварканың несін қазір көрсетеміз. Сосын оның астына мінекей жуа саламыз, міне алма саламыз, қара бұрыш саламыз, лавр жапырағын саламыз, дұс саламыз. Сосын мына сельдерей, бәрі несі дәмі не қылсын деп, бәрі приправалар салайық деп отырмыз. Суға саламыз бұның бәрін. Басымызды тұздап алдық, кішкене тұздап. Сосын ненің суға да дұс саламыз. Сонымен парға пісіреміз. Қазір көреміз қалай болады екен. Мына басты жалғыз пісіруге болмайды. Бастың қасына мінекей бір кішкене ет, қабырға, осын салып, буда пісіреміз. Басты тұздадық, әдемілеп тағы да кішкене тұз салып. Сосын судың ішіне дұс саламыз. Қазанға суымызды құйдық. Енді мынаған жуа саламыз, алма саламыз. Сосын лавр жапырағын саламыз. Содан кейін бұрыш саламыз. Бұршақ, бұрыш, қара бұрыш. Мына сельдерей саламыз, бөліп, дәмі шықсын. Міне 2 қасықтай дұз саламыз. Пармен шығады дұзы. Сосын мұны мантаварканың листін саламыз. Міне қазанға су құйдық. Міне мантаварканың несінен аспау керек су. Міне осылай астында тұр су. Парменен бүкіл дұзы бәрі дәмі шығады. Міне мына қойдың басы. Қойдың басын жалғыз өзін пісірмейді. Міне етті саламыз. Енді мінекей қақпағын жабамыз. Бұл қайнайды қазір. Қайнағанда уақытын белгілейміз. 2-3 сағатта пісуге тиісті қойдың басы. 3,5 сағаттай қайнады. Пісті жұмсақ. Міне басымыз бұғда 3,5 сағат пісті. Опа. Ойбай, мінекей. Қасындағы етіміз. Етті бір бұзырақ кетті. Міне. Осылай қойып бір ровно. Міне басымыз пісті. 3,5 сағат қайнады. Ал міне қойдың басын негізі ер азамат әкеледі. Біз енді съемка болғаннан кейін мен өзім алып келдім мінекей. Осылай тұмсығымен кіргізу керек. Тісін қағу керек. Мінекей тісін қақтық біз. Міне тісін қағып, екіншіден тісін түгел қағып тастау керек мінекей. Тісінде неше түрлі микроб, неше түрлі қаншама шөптер неше түрлі не алады. Сол үшін тісін қағып тастайды. Сосын үшіншісі мынау ненің бастың несін маңдайын мынандай қасқалау керек. 4 құбылаң тең болсын, маңдайың ашық болсын деп осылай кеседі. Өзінің заңы. Мінекей. Бұл басты біз неге пісірдік? Буға пісірдік. Сосын құрбасты, қубасты деп, қубаспа қаласын деп несі құрбасты пісірмейді. Қасына мінекей мына етті қосып осылай пісірдік. Буға. 3,5 сағатта еттім бас пісіп шықты мінекей. Құйқасы бәрі. Бұны енді ер азаматтар алады, үлкен кісілер алады енді. Біз енді съемка болғаннан кейін бәрін енді өзім істеймін. Оң құлағын кесіп, осы үйдің баласына береді. Сосын сол құлағын келген қонаққа береді. Қонақ бала келсе, қонаққа балаға береді мұнаны. 2 құлағын. Сол 2 құлағын кесіп береді. Осы әулетке көз болып жүр деп, көзін алып, үлкен кісіге береді. Қасында үлкен кісі, құдасы болса, несі болса, үлкен кісіге береді. Бір көзін өз жейді. Сол сөйтіп, мына тұмсығынан, мына жерден, ұртынан, осы жерден бастап кесіп алады. Ырым не қылып басты. Таңдайын жас әйелдерге, жас келіншектерге береді. Жас қыздарға таңдайын тақылдап жүрсін деп. Светаға таңдайын. Құдағи кеше таңдай жейміз ғой. Сол құдағи қалып қой керек. Құдағи таңдай жейді екен. Сол сондай
нелер бар енді бастың. Сосын миын алады. Миы мына жерде, мына жерде екі кілт несі болады. Сол кілтін ашып, ер азаматтар несін алады. Миын алады. Оны ми палау кейбіреулер жасайды. Ми палау дегені кішкене сорпаға құяды, сосын миді салып, кішкене тұз салып, жуаны салып, кішкене бүйтіп, сосын кішкене былай қойылып каша сияқты береді. Оны ми палау дейді. Кейбіреулер жай табаққа сала салады миді, кейбіреулер жай жейді. Сол ми ішіндегі мынау екі жағында кілті болады, соны ашып, миын алады. Ал енді мен құлағын жеймін. Бұл үйде енді құлақ жейтін адам жоқ. Немеремнің құлағы деп өзім жеймін енді. Бісміллә. Тамаша. Мынаның дәмі де керемет тоқтай. Анау суға пісіргенде емес. Мынаның дәмі қаламай. Шашлық сияқты мынау. Тәп-тәтті. Білмеймін, мен тіпті айта алмаймын. Бастың тәттілігін, құйқасының тәттілігін мен айта алмаймын. Сіз жақсы көресің, ау? Жақсы көрем, ойбай. Вообще люблю. Қазір басты подлив жасап жатыр. Біз оны жасаған жоқпыз. Біз енді осылай өзіміз көрсетейік дедік. Ой, етті қалай? Жұмсақ. Күшті тамаша болыпты. Бас дегенің мынау даже неге суға пісіргеннен мынау вообще керемет екен. Етін көріңізші ма? Ой, етті вообще көріңізші? Ет вообще. Мынау ет дегенің вообще керемет болыпты. Керемет. Мынау құйқа маған керемет ұнады. Мынау әнеугі сойған қойдың несі сияқты. Етілген қой болды ғой. Құрметті подписчиктар, осылай басты осылай буға пісіріп көрдіңіздер ме? Көрсеңіздер, айтыңыздар. Біз жаздыңыздар қалай пісіргендеріңізді. Біз енді осылай осы көптен бері осылай буға пісірем деп жүрген өзім. Көптен ойлап жүргем, ай осы басты мен ойлағам да неге пісіреміз ғой деп. Духовкаға пісірем ғой деп ойлағам. Біреу айтты өткенде духовкаға пісір. Сосын мынау мантаварка ойымызға түсті, кілкілең біз буға пісіріп атқаннан кейін сосы. Бұны біз енді қазанға далада буға пісірдік. Далада қазанға суды құйып, бәрін не қылып, мантаварканың несін салып, бір листін салып, қазанда пісірдік. Әлде далада қазанға пісіргесін бекен, өте дәмді болыпты. Құйқасы дегені керемет енді, керемет. Айтатын жоқ. Бәрі тамаша болыпты.